Ассалаумағалейкум, еліміздің басты арнасында түскі жаңалықтар, студияда Талғат Алман. Тәуелсіздік алғалы еліміз ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерді еңсерді. Бірқатар жоғары деңгейдегі іс-шараларды да абыроймен өткізді. Елде әлеуметтік тұрақтылық орнады. Осының барлығы елбасының тікелей есімімен байланысты. Сондықтан біз бір ауыздан Нұрсұлтан Әбішұлын сәуір айында өтетін президенттік сайлауға өз кандидатурасын ұсынса дейміз, дейді Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының бірінші вице-президенті Надир Надиров. Әрине, енді мәселе Нұрсұлтан Әбішұлының келісімі керек. Дүниесі көріп отыр. Біздің саяси жағынан, халықтар достық жағынан, әлеуметтік жағынан үлгі алатын мемлекет. Егер Нұрсұлтан Әбішұлы халқыңды сыйласа, мен не только сыйлайды, сүйет, келісім беру керек деп өтініш жасаймыз. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, еліміз егемендік алғалы 23 жылдан бері осы елімізді көшбасшы болып, елбасы болып алып келе жатқан өзіңізсіз. Осы жылдары еліміз талай дағдарыстан, дауылдан өтті. Біздің еліміз қандай да жетістікке, жақсылыққа, бірлікке, өркендеуге жетсе, осының бәрі сіздің еңбегіңіздің арқасы деп білеміз. Сондықтан да мынау келе жатқан Қазақстан Республикасының президенттік сайлауға өз кандидатураңызды ұсынуыңызды өтінеміз сізден. Британдық сарапшылар Қазақстандағы президент сайлауын биылғы жылға көшіру ақылмен қабылданған шешім деп санайды. Геосаяси жағдай өте күрделі болып отырған қазіргі уақытта төтенше шаралар қабылдау Еуразия аймақ экономикасына төніп тұрған қауіптерге лайықты төтеп беруге көмектеседі деп санайды мұнай компаниясының сарапшысы британ аристократы Шелник Роун. Оның айтуынша сайлауды биылғы жылы өткізу елдің экономикасы мен саясатындағы тұрақтылықты кем дегенде алдағы 5-6 жыл көлемінде сақтап тұруға мүмкіндік береді. Әр мемлекет маңызды шешімді өз елі мен халқының мүдделерін ескере отырып қабылдайды. Ал Қазақстанға келер болсақ, елдегі жағдайға сыртқы факторлардың әсер етпей қоймайтынын ұмытпау керек. Сондықтан бұл сайлау елдің қауіпсіздігі мен одан әрі дамуын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Ал сайлауға дайындық науқанына берілетін 8 апта стандартты мерзім. Бүгін Астанада Нұр Отан партиясы Астана қалалық филиалының 21-ші конференциясы өтті. Іс-шара барысында қатысушылар партияның 2015 жылғы Астаналық филиалының негізгі мақсаттарын талқылады. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының кезекті 16-ші съезіне делегаттарды сайлады. Партия мүшелерінің алдында тұрған ең негізгі міндеттердің бірі Нұрлы жол бағдарламасын іске асыруға атсалысу және бюджеттік қаржының тиімді жұмсалуын бақылау. Күн тәртібі шеңберінде 101 делегаттың қатарында партияның кезекті съезіне Қазақстан Республикасының президенті Нұр Отан партиясының лидері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы, елбасы, Нұр Отан партиясының төрағасы. Джохар Царнаевтың қорғаушысы соттың бірінші отырысында оның Бостондағы лаңкестік әрекетке қатысы барын мойындады. Адвокат Джуджет Кларктың айтуынша жарылысты айыпталушының ағасы марқұм болған Тамерлан ойластырып, Джохар соның радикалды ойларын ерген. Прокурор көмекшісі ағайынды Царнаевтар мұсылмандар тұратын елдердегі әскери операциялар үшін ақышты жазалағысы келген деп мәлімдеді. Әйтсе де айыпталушының өзі оған қарсы қозғалған барлық 30 тармақпен келіспейтінін айтып отыр. Сот отырысы Бостон қаласында өтіп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, 2013 жылдың 15 сәуірінде Бостондағы марафонда болған лаңкестіктен 3 адам қаза тауып, 250-ден астамы жараланған болатын. 10 жылдан бұрын Шешенстаннан ақшқа барған ағалы інілі Царнаевтар сол жарылысты ұйымдастырды деп айыпталуда. Олардың бірі Тамерлан тұтқындау шарасы кезінде оққа ұшты. Италия жағалауына жетуге тырысқан 10 мигрант теңізде суға кетіп ажал құшты. Италияның жағалау күзетінің өкілдері жеті құтқару операциясының нәтижесінде 941 келімсекті елдің оңтүстігіндегі айлақтарына жеткізген. Босқындар 5 моторлы қайық пен 2 ірі кемемен келе жатқан қайықтардың бірі аударылып қалды. Ресми мәлімет бойынша мигранттар арасында Сирия, Палестина, Ливия және Тунис азаматтары болған. Бұған дейін Италия құтқару қызмет мамандары Ливиядан келе жатқан 2000-ға жуық кірмені құтқарған хабарлаған болатын.
Адам көркі шүберек. Десекте адамзат баласының соның ішінде әйел сұлулығын оның ішкі жан дүниесінен бөліп қарау мүмкін емес. Ал әр алуан түрмен түске ие әсем киім тек соны толықтыратын мәнге ғана ие. Оралдағы ұлттық нақыштағы ерекше киім үлгілері арқылы танылған сән үйінің шеберлері осындай пікірде. 8 наурыз мерекесі қарсаңында нәзік жандылар еңбек ететін ұжымда болып, талғампаз жандардың ой пікірін тыңдап қайтқан тілшіміз Талғат Серікқалиұлы әңгімелейді. Мария ханым сәнүйі 20 жылдан бері ұлттық нақыштағы киім үлгілерін тігумен айналысып келеді. Осы салада жеткен жетістіктері де аз емес. Көптеген байқаулар мен түрлі сән көрсетілімдерінде жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Бұл бізді әркез әсемдік атаулыға құштар болып келетін әйелдер ұжымын қанаттандыра түседі дейді сән үйінің басшысы. Әйелдермен, қыздармен қиын жұмыс істеуге деп айта алмаймын. Себебі олар өз жұмысына өте жауапкершілігі жоғары. Әрбір заказды, әрбір көйлекті қандай әдемі, ерекше оны шығаруға тырысады олар. Нұрлан Ақжігітов сән үйінің әйелдер ұжымында еңбек ететін санаулы ер азаматтың бірі. Дизайнер маманның айтуынша, нәзік жандылардың көңіл төрінен орын алатын әсем дүние жасау оңай іс емес. Әрбір әйел затына өзінше бір әлем ретінде қарау керек. Олардың жаны жұмбақ, сондықтан көкейіндегі ойды тап басып тани білсең ғана мақсатыңа жетесің дейді шебер. Киім әйел сұлулығында 1% толықпай тұрған нәрсесі деп өз бетімше айтқым келеді. Себебі дейтін негізі әйелдің көркі. Киім деп айтып жатыр қазір, бірақ меніңше олай емес. Әйелдің көркі өзінің жүзінде. Сән үйіндегі қыз-келіншектер ай сайын 100-ге жуық киім үлгісін тігеді. Шеберлер олардың әрқайсысының бір-біріне ұқсамауына бар күшін салады. Тапсырыс берушінің талғамына орай жасалатын дүниелерді басқа еш жерден кездестірмейсіз. Міне осындай көздің жауын алатын сәнді киім үлгілерін жасау бар да, оны көпшілікке таныстыру бар. Сән үйінің жанынан арнайы агенттік ашуда осы ойдан туындаған еді. Кейбіреулер ойлайды, үйренуді, мысалға жүріп үйренуді ол бір жастанда әрбір бала білет, әрбір қыз білет деп ойлайды. Бірақтан соған қарамастан осанка мен әдемі сахналық жүрісті оған да үйрену керек. Қазақ қыздары негіз жаңағы ашық-шашық киінбеу керек деп айтады. Және де ашық-шашық болғанда жаңағы тым жамылып та керек емес. Өзі жаңағы белгілі бір деңгейде, белгілі бір нормаға сәйкес киіну керек деп ойлаймын. Қазір сән салонында 35 адам еңбек етеді. Отбасылық шағын бизнес тек күнкөрістің ғана көзі емес, сонымен бірге әсемдік пен сұлулыққа жаны құмар шығармашыл жандардың өнер ордасы да іспетті. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмутов, Оралдан. Солтүстік Қазақстан облысының дихандарының 3-тен 1-і есік қағып тұрған егіс науқанына қажет жанар-жағармаймен қамтылмаған. Бұл туралы көктемгі дала жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі семинар кеңесте мәлім болды. Шаруалар биылғы еңбек майданын әдеттегіден ерте сәуір айының соңында бастамақ. Өткен жылы өңір алқаптарының 93 мың гектары қар астында қалып жиналмай қалған болатын. Жалпы биыл облыс бойынша 4 миллион 350 мың гектар жерге дән сіңірілмек. Алайда оған 37 мың тонна тұқым жетіспейді. Шенеуніктер осы және жанар-жағармай мәселесі көп ұзамай өз шешімін табады дейді. Дәнді дақылдар жақтан кішкене жетіспейтін 37 мың тонна, оны бүгін шешіп жатырмыз. Ол үшін кредит беріп жатырмыз. Екінші айтатынымыз ол жанар-жағармай туралы. Бүгін күнді үкіметтен арзандатылған жанар-жағармай бөлінді 65 мың тонна. Бүгін күні 26 мың тонна өзімізде бар. Сондықтан осы айлардың ішінде бөлінген жанар-жағармайды алып шығамыз. Шымкентте өткен жылдың соңғы күндері үй өртенген 8 отбасыға пәтер кілті тапсырылды. Оған қала бюджетінен 69 миллион теңге бөлінді. Естеріңізге сала кетсек, желтоқсан айының 20-сы күні кешкісін Ақназархан көшесінің бойындағы 2 қабатты үйдің бірінде табиғи газ тұтанып, қатты жарылыс болған еді. Қабырғасы сыртқа қарай сығылып шығып кеткен үйді арнайы құрылған комиссия жан-жақты тексеріп, адам тұруға жарамсыз деп тапты. Тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіріп, уақытша баспана берілді. Тұрмысқа керекті заттар
жабдықтармен қамтамасыз етілген. Сол кезде қала әкімі тұрғындар далада қалмайды, тездетіп баспана береміз деп айтқан еді. Конкурс өткізіліп, сол маңдағы көп қабатты үйлерден 8 пәтер сатып алынды. 2 отбасыға 3 бөлмелі пәтер, тағы бір 2 отбасыға 2 бөлмелі пәтерді 2-ші қабаттан, ал қалғандарына 1-ші қабаттан берілді. Бұзылған үйдегі пәтердің аумағымен бірдей баспананың кілті қала әкімдігінде салтанатты түрде тапсырылды. Доверяли, что не бросят. Далада қалдырмайтынына сендік. Салған жерден түрлі көмек көрсетті. Жатын орын, тамақ берді. Наурыз мерекесі жақындағанда береміз деген. Міне айтқан уақытынан ертерек баспаналы болдық. Барыс пен Авангард арасындағы плей-офф бәсекесі нағыз шарықтау шегіне жетті. Құрлықтық хоккей лигасының шығыс конференциясында сынға түсіп жатқан командалар жартылай финалдық жолдаманы тағы 2 кездесуге соза түсті. Алма кезек жеңіске жеткен қарсыластар кеше Астанада 4-ші ойындарын өткізді. Бұл жолы омбы хоккейшілері қарымта қайтарды. Жалпы есеп 2-2. Осы маусымдағы ең үздік ойындарын көрсеткен Барыс плей-офф сериясындағы басымдықты сақтай алмады. Елордадағы 2-ші матчта Авангард есеп ашып қатарынан 2 шайба соқты. Голдың авторы Денис Куляш пен Чада Каларик. Сосын Барыс сапынан Дастин Бойт пен Роман Старченко таразы басын теңестіріп, ойын ортадан басталды. Алайда 3-ші айналымда омбы командасы астаналықтар қақпасын тағы 2 мәрте дәл көздеді. Соңғы минуттардағы Найджел Доустың голы кездесу тағдырына әсер еткен жоқ. Қорытынды есеп 3-4 Авангардтың пайдасында. 4 жеңістен тұратын бәсеке ертең омбыда жалғасады. 8-ші наурыз күні қарсыластар Астанада қайта жолығады. Әзірге осы, амандықта, саулықта жүздескенше.